Ал енді мына бір сүйкімді сәбиге назар аударыңыздаршы. Елестетіңізші, сіздің осындай сүп-сүйкімді, тәп-тәтті 6 айлық балаңызды дәрігерлер қате диагноз қойып, дұрыс емдемей өлтіріп алса, қандай күйде болар едіңіз? Бұл әлемнің қызығын көрмей шетінеген кішкентай ғана Нұралидың анасы Ажар Тұрғынбаева сәбиінің өліміне Жамбыл облысы Қордай ауданының дәрігерлерін кінәлап отыр. Сол себепті мен арнайы Қордайға барып қайтқан болатынмын. Назар аударайық келесі сюжет. Нұрали қазір қайда, білесің бе? Қайда? Жердің астында. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир рахим, малик яумиддин. Түсіңізге кіріп жүрмін бе? Жылаған дауыс естіледі. Остановка сердца болып деді. Или откачали деді. Бізде аудан бойынша роста младенческой смертности жоқ. Сіздердің ауруханаларыңызды көрейік. Әлде ішінде бір секретный объект бар ма? Мен ойымша бұл жерде ештеңе жоқ. Дәрігерлеріңіз абайсызда өлтіріп алған 6 айлық бала туралы білесіз бе? Жоқ, мен рентгенде мен жай медсестрамын, мен ештеңе естіген жоқпын. Анализдері қандай болған білесіз бе? Гемоглобин төмендеу болған. Қанша болған? Қазір есімде жоқ. Енді білесіз ғой, өлген баланы қалай есіңізде сақтамайсыз? Сақтаған жоқ. Қанша болған білмейсіз бе? Жоқ, есімде. Себеп қараған жоқ. Дейді ғой балаша. Қалай кешіреміз? Кейінгі келсе Дордайға бар, өлгің келсе Қордайға бар деген мақал естіген шығарсыз? Естігем. Ештеңе айта алмаймын. Мен өзім инвалид бала бағып отырмын. Енді көңілім толмағаннан кейін мен Алматыға ауыстырдым баланы. Нас гоняет туда-сюда, то надо, это надо. Социальный какой-то кошелек надо деп. Ешқандай ештеңе жоқ. Көңілім толып тұрған жоқ шыны керек. Құрметті мені көріп отырған аналар қауымы, сіздерден өтініш, осы видеоға лайк басып, репост жасатып таратыңыздаршы. Бізге резонанс керек. Нұралиді өлтірген кінәлі дәрігерлерді жазаламасақ, ертең олар тағы да біреудің баласын өлтірмесіне кім кепіл? Бәрімізде бала өсіріп отырмыз ғой. Мен сіздерге сенемін. Және мен жақын арада Қордайға барып осы ауруханаға қатысты зерттеу жасамақпын.